Армысыздар, арнада бықмо жаңалықтары. 20-25 қыркүйек күндері университетімізде Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі Жастар ісі комитеті жанынан құрылған ел қанатты қоғамдық қорының аясында жастар арасындағы діни экстремизм және терроризмнің алдын алу тақырыбында университетіміздің бірінші курс студенттеріне кездесу кеші өткізілді. Жиналыс барысын Батыс Қазақстан облысы бойынша өкілдігінің ақпараттық насихаттауының жетекшісі Дүйсенәлі Орал қалалық мешіт наиб имамы Исқалиев жүргізді. Бірінші курс студенттеріне Қазақстан Республикасының діни жағдайы баяндайтын деректі фильм көрсетілді. Кездесу барысында студенттер сұрақтарына жауап алды. Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөнінде 2013-2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының 5 тармағына сәйкес ақпараттық насихаттау топтарының радикалды діни идеологиясының және басқа теріс пиғылды көзқарастарының ықпалына ұшырамаған тұрғындар арасында тағатты сана мен патриоттық сезімдерін нығайту, сондай-ақ бұрмаланған діни көзқарастарын қалыптастыруын алдын алу мақсатында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу жұмыстарын орындау мақсатында құрылған жоспарға сәйкес университеттің бірінші жатақхана студенттерінің ақпаратпен танысу кестесі құрылды. Кестеге сәйкес студенттерге елбасының жолдауынан туындаған діннің өзекті мәселелері және облыстағы діни ахуал туралы, мазһабтардың ерекшелігі, ислам дінінің рухани құндылықтары туралы, ислам бейбітшілік пен мейірім діні тақырыбында ақпарат берілді. Аталған ақпараттар легі осылай болды. Назарларыңызға рахмет.